Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі өте дәмді бәліш дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Қамыр үшін ұнға бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қосып, қант, қопсытқыш, жұмыртқаның сарысын және қаймақты қосып, барлығын қолымызбен жинап қамыр дайындаймыз. Және дайын болған қамырымызды пищевая пленка немесе салафанға орап 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Барлық керек ингредиенттерді астына описанияға жаздым. Сол жерден көріп алыңыздар. Ал енді салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін сүзбеге қаймақты, қант, жұмыртқаның 3 сарысын және де манканы қосып, блендермен жақсылап еземіз. Салмасы дайын болды. Енді қамырымызды алып формаға жайғастырамыз. Форма диаметрі менде 23 см. Осылай астына пергамент төсеп дайындап алдым. Енді қамырымызды жақсылап жайғастырып шығарамыз. Бортиктарын шығарып және ішіне салмамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Бәлішімізді пісіріп алдық. Енді үстіне меренга дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағына қантты қосып, миксеріміздің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Жақсылап жылдамдықты ақырындап қоса отырамыз. Біздің меренгамыз осындай қозғалмайтын болу керек. Ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпейтіндей. Енді насатканың көмегімен, менде эклерге арналған насатка. Негізі кез келген насатканы қолдануға болады. Үстіне меренгамызды жайғастырып шығамыз. Барлығын әдемілеп жайғастырып алғаннан кейін пешке 10-15 минутқа салып аламыз. Осымен біздің бәлішіміз дайын болды. Толықтай суытамыз, тек суығаннан кейін ғана барып формадан аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де дастарханның сәнін келтіреді. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.